Сәлем көрермендерім. Біз өзіміздің отбасымызға қатықты ұйтқан кезде банка, кастрюль әртүрлі ыдыстарға ұйта береміз. Ал сатылымға шығарған кезде осындай пластмассовый бутылкаға ұйтып шығарамыз. Енді әркім әртүрлі ұйтады. Біреуінің қатықтың дәмі ащы болады, біреуі тұщы болады, біреуі жаңа ұйтқан кезде бетіне су шығып кетеді, әртүрлі болады. Енді сол сатылымға бетіне су шықпай, тәтті және қою қатықты қалай ұйту керек екен, сіздерге қыр-сырын айтып кетейін. Бірінші мынандай кастрюльге шикі сүтті сүзекіден өткізіп пісіріп аламыз. Мына жерде менде 5 литр сүт, осындай алюминиевый кастрюльге пісіріп жатырмын. Өзімнің күнделікті сүт пісіретін ыдысым. Осы енді пісіп болғаннан кейін жаңағы суиды, суығаннан кейін осындай бетіне қаймақтары жиналып тұрады. Бұл қаймағын барлығын мен басқа ыдысқа салып қоям. Өйткені көп кісілер қаймақпен ұйтқанды ұнатпайды. Бетіндегі мынандай көпіршіктеу болып тұрады ғой, сол бұл не бетіндегіден кейбір кісілер оны түсінбейді. Менің сүтім онсыз да қою, ал мына жинап алған қаймақты әжемізге, үйде атамызға береміз. Олар өте қатты жақсы көреді. Ал енді күнделікті өзімізге қатық ұйтқан кезде ол қаймағын алмаймыз, өйткені айран қыламыз, бетіндегі қаймағы май болады. Бірінші осындай суығаннан кейін сүтіміз, ыдысымызды, бутылкамызды тазалап аламыз. Ұйтқымызды дайындап, осы 3 бутылкаға мен ұйтайын деп отырмын. Ұйтқыны осындай кішкентай қасықтың ұшымен ғана саласыздар. Бір қасық салудың қажеті жоқ. Ол енді бір қасық салсаңыздар, қатықтың дәмі ащы болып кетеді. Және бұл жерде ең маңыздысы сүттің температурасы. Сүттің температурасы ыстық болса, қатығымыздың бетіне ұйтқан кезде су жиналып тұрады, көк суы өзінің. Ал орташа температурада қолыңызды салып көрсеңіз, қажылым ғана болады. Сол температурамен ұйтсаңыздар, ешқандай бетіне суы да шықпайды, әдемі болып ұйтылады. Осындай салафановый мешокқа орамалмен орап, мынандай сүлгімен түнгі уақыт ұйтам да, азанғы уақыт ашам. Міне, азанда ашып жатырмыз. Қатықтарымды қараңыздар. Ешқандай бетіне суы жиналмаған, әдемі болып ұйтылған. Енді осыны 1-2 сағатқа мұздатқышқа қойып қоямыз. Салқындап тұру керек. Содан кейін барып сатылымға шығарсаңыздар, қатықтарыңыз қою болып, бутылкада қатып қалады, әдемі болып. Құрметті көрермендерім, осы әдіспен дайындасаңыздар, қатықтарыңыз өте керемет болады. Көріскенше сау болыңыздар.